Алып адамдар шынымен өмір сүрді ме? Алып адамдар бұл жай ғана миф пе, әлде олар шын мәнінде өмір сүрді ме? Бірақ әлемнің әр түкпірінде біз олардың іздерін кездестіреміз. Мысалы, Перудегі Саксайоман бекінісіндегі алып тастарды қарашы, оларды кәдімгі адамдар қалай қозғалта алды. Ал Баальбектегі тасушының ізі деп аталатын мегалитті тас шамамен 1000 тонна тартады. Мұндай салмақты көтеру үшін алып күш керек емес пе? Тағы бір қызықты дәлел, 19 ғасырдың 90 жылдары ақш-та археологтар алып адамдардың қаңқаларын тапқаны туралы есептер бар. Кейбірінің бойы 7 метрден асқан дейді. Бірақ бұл табылған қаңқалар қайда кетті? Оларды жасырып қойды ма? Бұдан да жұмбақ нәрсе бүкіл әлемдегі алып есіктер мен биік өткелдер. Париждегі Нотр-Дам соборының, Англиядағы Стоунхендждің, тіпті Мысыр пирамидаларының кейбір өткелдері ерекше биік. Оларды кім үшін салды? Жай ғана сәндік үшін бе, әлде сол заманда шынымен бойы 6-7 метрлік адамдар өмір сүрді ме? Ал енді елестетші, сен сондай бір ежелгі ғимараттың ішінде тұрсың, кенет алып көлеңке пайда болады. Жер дірілдеп, сенің артыңда біреу келе жатыр. Алып адам қайта оралды ма? Бұл жай ғана аңыз ба, әлде тарих бізден бір нәрсені жасырып отыр ма? Сен қалай ойлайсың, алыптар шынымен болған ба?